senin ақ жүрегің мейірімнің мекені, балаң түгіл, далам түгіл, бәрі сыйып кетеді. Бірақ тамшы ақ сүтіңнің табылар ма өтеуі? Ана сенің әлдиіңе қандай әуен жетеді? Ана сенің бір талап бақ шашыңда бейнет барау татитын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда мұхиттан да ауыр мұң барасында. Бақыт өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Бақыт өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Сенің жанарыңда күннен артық жылу бар, әжіміңе татымайды әлемде бар сұлулар. Гүл аңқыған ең әйгілі әтірлері ғаламның, иесіндей бола алмайды құшақтаған анамның. Ана сенің бір талап бақ шашыңда бейнет барау татитын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда мұхиттан да ауыр мұң барасында. Бақыт өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Бақыт өмір тарту етші Тәңірім, бізге өмір. Кімнің тойына келдіңіз? Ау? Кімнің тойына? Алмагүл Құдашаның. Алмагүлдің Құдашаның тойына келдіңіз ба? Құдағидің тойына келдіңіз ба? Құтты болсын, бүгін сіздің 75 жасыңыз. Қол соғайық! Құрметті қадірмен жақсылар, 1950 жылы 7-ші жұлдызына ақпанның 7-сі осындай Тұрсынай апамыз дүниеге келген екен. Бір қол соғып қойыңыздар, қошемет ұрып қойыңыздар. Енді мына тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді. Тектіден тамыры кеңге жайылған Тұрсынай апамның 3 қанатымен бір гүлі бар екен. Рұқсат болса ортаны ашып, осы ол қыздары құттықтап қойсын. Қол соғып қошемет ұрайық. Ал апа, сол жүріңіз, ал. Қошемет. Шашу шашайық, шашу қайда? Сыйлабасын сыйларды, жанашырлар жиналды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Қайда бақытты, қайта тілейін. Бұл отбасын үлгерді, қайда айда жүрейін. Баламға сыйлаңдар, Қошемет қайда? Екі жаққа жиналып тұра қалайық. Апамызға қазір Алла бұйыртса амандасудың бәрін бастаймыз. Дегенмен енді бүгінгі тойымызды бір көңілді бастайық.
Тұрсынай апамыздың тойын бастауға дайынбыз ба? Айғай шулайда. Қол соқпаймыз ба? Той құтты болсын ағайын. Жабыла қайда. Асаба, сана. Қошелі. Қолдау берсең маған, қымбат қалдым балаң. Той бастайды бүгін, санат деген балаң. Күнде тойға барам, ақбатаңды алам. Думанды той басталды. Қолдау берсең маған, оттай болып жанам. Қонақтардың бүгін көңілдерін табам. Тойыңа шақырсаң, әсем әнге салам. Құтты болсын тойларың. Тойларыңа күнде барып қайтамын. Жақсы жандар жиналғанын байқадым. Сіздерге арнап әсем әнді айтамын. Тойларыңа күнде барып қайтамын. Жақсы жандар жиналғанын байқадым. Сіздерге арнап әсем әнді айтамын. Жабыла. Тамаша. Осы тойға келген барша бүгінгі келіндер, ағайын, туыстар, жастар, достар, осы апамның жасын берсін сіздерге. Той құтты болсын. Бәрекелді. Апа, көңіл күйіңіз қалай? Апам шок болып тұр ғой кәдімгі. Той құтты болсын. Енді ұл-қыздардың осындай жасап, сізге арнайы туған күніңізді осындай ағайын туыстарға алысқа хатшы беріп, жақынға атшы беріп, ең жақын адамдарды шақырып отқан жайымыз бар. Енді амандасып үлгереміз. Қазір бірінші суретке түсіп алайық. Осы ұл-қыздармен бір семейный фото болсын. Қалғанымыз уламай, шуламай, ақ дастархан басына жайғасып, әдемі бүгінгі апамыздың тойы деп сіздерге дайындаған ақ дастарханына жайғасайық. Қош келдіңіздер, қонақтар, келіңіздер. Баршаларыңызды той төрінде ақ дастархан басында күтеміз. Бір Аллаға сыйынып, дастарханға жиылып, ақ жаулықта анамыздың тойын бастайық ағайын. Той құтты болсын. Ай бәрекелді. Ал апамызды тойхананың төріне өзінің құда-құдағиларының қасына, әулеттің үлкендерінің қасына әдемілеп жайғастырайық, келіңіздер. Той құтты болсын барша мұсылман. Апамызды төрге қарай шығарайық, төрге қыздар. Төрлі дейік ағайын, келіңіздер. Су қаласы, бүгінгі кереметтей Талдықорған қаласы, Ұлытау мейрамханасында дүбірлетіп, Тұрсынай апамыздың 75 жас мерейтойына келген барша мұсылман, асықпай, саспай, бір-біріміздің аяғымызды баспай, сырттағы қонақтар ішке қарай төрлетсек, келіңіздер, ақ дастарханымызда бастай құрметті ағайындар. Тойларыңыз құтты болсын, той-тойға ұлассын, босағада тұрмаймыз, тойхананың төрінде тұрмаймыз, дастархан басына жайғасамыз ағайын. Келіңіздер, той құтты болсын. Қазақтың тойы батасыз басталмаған, жаңбырмен жер көгерсе, батамен ел көгерер дейді құрметті қадірмен жақсылар. Шешендірім сайрасын, ақ дастархан жайнасын, тойхананың төрінде отырған Асан құдам қайдасын деген келеді. Асан құдамыз ақ дастарханымызды ашып берсін деген ниеттеміз. Асан ағамыз қол көтеріп қойсыншы. Асан құдамыз қол көтеріп қойсын. Айтқаныңыз келсін, той құтты болсын. Ал енді ақ дастархан ашық деп жариялаймыз. Арнайы бүгінгі ақ дастарханымыздың тәтті сусыны, салаты арнайы сіздер үшін арналған. Ал енді құрметті қадірменді ақ жаулықта аналар, асқартау әкелер, бүгінгі аға жеңгелер, әпке жезделер, құда жегжаттар баршаларыңызды бүгінгі тойға оң аяқпен аттап келген қадамдарыңызға
нұрын өтсін дегіміз келеді. Енді дегенмен апамызға сағын сый-сияпат жасап осындай дүбірлеткен жақсы бір форматпен бастап жатқан жайымыз бар. Тойдың той екенін көрсетіп, бүгінгі кереметтей Алла берген қос алақанды бір-біріне түйістіріп, шапалақ шаң шығармаса да шабыт береді deyip, апамның жасын берсін дегендер бір қол соғып қояйық. Той құтты болсын, ағай. Ай, тамаша. Қазақта айтады екен ғой, сөз бастаған қиын ба, ел басқарған қиын ба дейді. Сөздің басы бисмилля, бисмиллясыз іс қылма дейді. Қазақтардың сәлемі бөлек екен, ол жағын біле жүру керек екен. Қазекең қалсыраса бір-бірінен малжаның аман ба деп келеді екен. Мейірім мекенетін текті қонақ, пейіліңнің кеңдігін көреді екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұры жаусын деген екен. Ендеше барымды бақтым деп бағалайтын, періште пейілдерің маған айқын, алдыменен амандасып алайықша, арма қазақ ассалаумағалейкум деп бір қол соғып қояйық ағай. Той құтты болсын. Ай, бәрекелді. Ал енді бүгінгі кереметтей кешіміздің сұлу да сымбатты қыздары да сіздерді күтіп тұр. Дегенмен енді құрметті ағайындар, қазақтың тойы той болмайды, күмбірлеген күйі болмаса, қазақтың тойы той болмайды, мың бір алған биі болмаса дейді. Бүгінгі кереметтей тойымыздың шымылдырығын ашатын сұлу да сымбатты сахнаның сұлулары Қазына би ансамблі. Қошемет құрметпен ортаға қарсы алайық. Қазына би ансамблі. Қазына ансамблі. Қазына би ансамблі арнайы сіздер үшін ағай. Ай бәрекелді. Ал енді құрметті қадірмен жақсылар, біреудің қуанышына қуанбағанға құт қонбайды дейді, біреудің бақытын бағаламағанға бақ қонбайды дейді. Бүгінгі кереметтей дүбірлеткен апамыздың, Тұрсынай апамыздың 75 жасы құтты болсын дегендер бір қол соғып қояйық ағайын. Той құтты болсын, той болсын. Енді құрметті қадірмен жақсыларына бүгінгі шапалақты шалдырылып жан-жақтан әдемі бүгінгі тойға дайындалып келген баршаларыңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Өйткені мына уақыт жоқ заманда уақыт тауып, дағдарыс састырған заманда, берекені қаштырған заманда, үкімет қарық қылып жұмбақтап, азық-түлік қымбаттап, біреуді арық қылып, біреуді қарық қылып, теңгеміз қайырылып, ата-апаларымыз жарты пенсиядан айырылып жатса да бүгінгі тойдың көшін көтеріп келіп отырған сіздердің патша көңілдеріңізде алдыменен мың алғыс айтқым келіп отыр. Не үшін мың алғыс айтамыз? Тұрсынай апамыздың көңілін гүл қылам деп
мына ұл қыздардың көңілін нұр қылам деп келіп отырған патша көңілдеріңе мың алғыс ағайын. Той құтты болсын! Ай бәрекелді. Енді құрметті қадірмен жақсылар, мына ортада тұрып, мынау қай бола, қай елден, қай жерден келді демеңіздер. Бір көрген таныс, екі көрген туыс дейді. Мына бүгінгі алдыменен тілекті шығармас бұрын өзімді бір таныстырып алғым келіп отыр. Орта жүздің ұлымын, Наймандардан тараған ұрпақтардың бірімін. Ал жараңдар, жараңдар, қарағың келсе қараңдар. Ақсу деген аудан, Қапал деген елден, Суықсай деген жерден келдім. Атым Санат, Айқынның Тұлабой тұңғыш ұлы мен болам. Маған да бір шапалақ ұрсаңыздар. Рахмет ағайын. Той құтты болсын! Ай бәрекелді тамаша. Енді құда менің құрдасымдай, құда менің сырласымдай дейді, бүгінгі кереметте тойдың төрінде отырған біздің құданы құдай қосады дейді, құдаларымызды ортаға бір паш етіп, билетіп шақырып алғанды жөн көріп отырмыз. Бүгінгі Тұрсынай апамыздың қуанышына ат терлетіп, жан-жақтан келіп отырған салмақты, ардақты құдаларды ортаға атап өтейін, билеп шаңыздар. Қалихан құдамыз бастаған, Бибіхан құдағи қостаған, Асан құдамыз бен ардақ құдағиымыз ортаға. Алмагүл, Феруза, Мирам, Дәулетқали, Рузанна ортаға, Берік, Жанна, осы ата аталған кісілер билеп келейік ортаға. Келіңіздер, той құтты болсын. Бәрекелді. Ал енді құтты қонақ келсе, үйге құттар етпейді. Бүгінгі кереметте қадірменді біздің өзіміздің құдаларға бір қол соғып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Тойларымыз тойға ұласып, жақсылыққа ниет еткен бүгінгі сөздері сүбелі, ауыздары дуалы құдаларымызға сөз берейік. Енді қызметте жүрген ұл қыздар, тілек тыңдайтындар кім ол? Келіңіздер ортаға. Апамның өзін шақырып алайық. Той құтты болсын. Ал кім бастайды? Жас үлкеннен бастаймыз ба, жол үлкеннен бастаймыз ба? Келіңіздер. Той құтты. Ал құрметті тойға жиналған қауым, бүгін міне біздің Тұрсынай құдағиымыздың мерейлі тойы. Құдағи енді ал мына балаларыңыздың бүгінгі жасап атқан сізге той құтты болсын. Деніңіз сау болсын, жасыңызға жас қосыла берсін. Балаларыңыз аман болып, мына немере сүйдіңіз, енді сол немерелерден шөбере сүйді жасын Алла тағала сізге. Осындай жасыңызға жас қосыла берсін. Шаңырағыңыз әрқашан қуаныш той болсын. Балаларыңыз аман есен болсын. Тек қана сіздерге жақсылық тілеймін. Барлықтарыңызға осындай той бұйыртсын Алла тағала. Ассалаумағалейкум, қайырлы қонақ кеште бүгін. Ал енді Тұрсынай құдағи, мына бүгін келген жаңа жасыңыз құтты болсын, 75. Бәрімізге жұқтысты болсын. Мына енді бүгін сізге бір сондай керемет сюрприз жасап отыр балаларыңыз. Құдайға тәуба. Иә. Не деймін сізге? Бүгін шексіз бір арман сүрде ойлаймын. Енді сізге осындай жастың тағылуын жасаңыз артық болмас енді. Немере сүйгенсіз, енді шөбере сүйіңіз. Иә, соның тойында бәріміз аталысып өстіп жүре берейік. Енді не деймін енді? Аман болыңыз, бай қуатты болыңыздар. Енді осы балалардың арасында, құрдастарымыздың арасында, құдаларымыздың арасында ойнап күліп жүре беріңіздер. Енді бүгін келген тойшы қауымның бәріне осындай той жұғысты болсын. Тұрсынай құдағиымыздың жасын берсін бәрімізге деп тілеймін. Аман болайық, бар болайық, бай қуатты болайық. Ассалаумағалейкум. Мына тойға жиналған көпшілік. Ал Тұрсынай құдағи бүгінгі 75 жасыңыз құтты болсын.
жасыңызға жас қосыла берсін. Мына бала шағаңызға көптен көп рахмет. Мінекей дүрілдетіп алталаштың басын қоспаса да құда жекжаттардың бәрінің басын қосып той жасап жатқанына. Енді осы той әрқайсысына нәсіп етсін осындай той. Енді Алла тағалам сізге ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, зор денсаулық берсін. Армысыздар тойға келген тойшыл қауым. Мынау енді біздің Тұрсынай құдағиымыздың жалғыз қызының қайын жұртымыз. Осы кісінің тойына ортақтасып, келіп қуанышын бөлісіп жатырмыз. Тойыңыз құтты болсын, мерей тойыңыз. Бала шағаларымыздың ортасында өстіп, құда жекжат, ағайын туысқан арасында денсаулық болып, аман есен болып, Алланың берген жасын жасап жүре беріңіз. Осы балаларымызға рахмет, сіздерге осындай ағайын туысқанның басын қосып, жолдас жолдастарыңыз қосып, той жасап, сізді құрметтеп жатқанына. Тек қана шаңырақтарыңызға той болсын, жақсылық болсын, тойға ғана жиналайық, тойда көрісейік. Ал құрметті құда жекжат туысқандар, құдағи, мына бүгінгі келіп жеткен мерейтойыңыз құтты болсын. Қуаныштымыз, сіз үшін қуаныштымыз, балалар үшін қуаныштымыз. Бақытты анасыз, бақытты әжесіз. Ұлдарыңыз ұяда, қызыңыз қияда, немерелеріңіз жаныңызда ойнап күліп жүр. Одан артық не бақыт керек. Балаларыңызға шынымен көп рахмет, сіздің тойыңызды той жасап беріп жатқанына, мерей той деп керемет сізді құрметтеп жатқанына көп рахмет. Осындай тойларыңыз бітпесін, енді немерелеріңізді ақырын үйлендіріп, бұйыртса шөбереге жетіңіз, тек қана жақсылық болсын. Ауырмаңыз, сырқамаңыз, әрдайым позитивті көңілде, өзі негізі жақсы, мен сізді жақсы көремін, жақсы адамсыз, жақсы құдағисыз, солай болып жүре беріңіз, тек қана жақсы күндер болсын. Туғаныңыз құтты болсын. Тұрсынай құдағи, Тұрсынай құдағиның қайнысы Сұлтанбек құданың құдағи болып келеміз. Сұлтанбек құдамыздың алма құдағиымыз қазір ортамызда жоқ. Енді ол дүние болып кетті, иманды болсын. Тұрсынай құдағи сізге тілейтін мерейтойыңыз құтты болсын, жаңа жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін, Құдай берген жасыңыз жасай беріңіз, бала шаға немерелерінің қызына тойына жүре беріңіз. Балаларыңызға көп рахмет, осындай сюрприз жасап жатқандарына. Осы отырған бәрілеріңізге тілейтін денсаулық, аман болыңыздар. Тек қана тойға боласын, бақытты болыңыз. Құрметті тойшы қауым, құрметті құда-құдағайлар, мына құдағай құтты болсын, мерей жасың, мына ұйымдастырып жатқан ұл қыздарына және мына Қауқар келініңе, Бауыржан менен Қауқарды көп жақсы танимын ғой. Рахмет сіздерге. Ананы сыйласа, әр уақытта сіздер де осындай әже боласыңдар. Ананың табанның астында дейді жәннат. Рахмет сіздерге. Анаңызды бір қуантып қойдыңдар, тосын сый болды. Осындай жасыңыз ұзақ болып, немереңді үйлендіріп шөбере көр. Мен мына кеше 12 күнде осы жерде тойда болғанмын, өзім Маңғыстаудан келдім. Мына Асан кісінің құдағайы боламын. Осындай баршаңызды жақсы күндерде бас қосып жиналғанымызға өте қуаныштымын. Тойларыңыз тойғаласын, немере шөберенің қызығын көр, ең бастысы денсаулығың мықты болсын. Мына ұл қыздарымызға көп рахмет. Осындай тосын сыйға жастарың ұзақ болсын. Баршаңызға денсаулық. Бәрекелді. Қалғанымыз қосыламыз ба? Айтады ғой қазақта, Тәңірім бақыт берсін сұрағанға, қазағым той жасалмай тұра алған ба? Отырған ағайын қол соғайық, мына жақсы тілек айтқан құдаларға дейді. Бір әдемілеп құдаларға бір қол соғып қойып, тойларыңыз тойға ұласып, осындай кереметтей апамның сіздерге жасын берсін, апамның жасы 100-ге келсін дегім келеді. Енді бүгінгі сүйрет ертеңгі тарих дейді Хакім Абай. Бірсігіні биология деп жатады. Енді соны бір сүйретке түсіп алмаймыз ба апа, иә? Той құтты болсын, келіңіздер.
әдемілеп апамызбен бір тарихи естелікке сүйреткен түсіп олайық. Тойларыңыз тойға ұласын, Құда мың жылдық болсын ағайын, той құтты болсын ау. Ал енді құрметті қадірмен жақсылар, апамызды құттықтап, амандасып, бір билеп дастарханға жайғасайық, келіңіздер. Той құтты Ал енді құдаларымыздың патша көңіл тілектерін тыңдадық. Енді құрметті қадірмен жақсылар, тілектер жалғанады дегенмен енді ортаға топпен шақыратын боламыз. Араларыңыздан 1-2 адам сөйлеп, қалғанымыз билесек, бүгінгі тойды жиналыс емес, бүгінгі тойды демалыс жасайын дегендер бір қол соғып қойыңыздар. Той құтты болсын. Енді мына бүгінгі кереметте апамыздың тойына жиналған 5 дастархан, көңілдеріңізді, назарларыңызды ортаға бөліңіздер. Мына бүгінгі асабаға қарап қойсаңыздар, қазір мына бүгінгі кереметте әр дастарханнан бір еркек қолын көтерсінші. Әр дастарханнан бір еркек қолын көтерсін. Аға, әр дастарханнан бір еркек қолын көтерсін. Мына жақ, көтерейікші. Мына бір жігіт бар, молодец. Құдалар жақтан бір еркек, ой, молодцы. Сіздер жақтан бір еркек, молодцы. Дайын отырыңыздар, сіздер қазір ет турайсыздар ағайын. Ал енді құрметті қадірмен жақсылар, бүгінгі кереметте ыстық асымыз дайын деген хабар келді. Ас келеді, аспен бірге бас келеді. Құдаларға қоятын басымыз бар, ағайын туысқа тартатын асымыз бар. Құрмет қошеметпен Ұлытау мейрамханасының арнайы номер 1 аспазшы сіздерге дайындаған ыстық етті алдырайық. Қошемет, құрмет ағайын. Ал енді құрметті қадірмен жақсылар, арасын алғанды жөн көрді. Құдалар жақтан Талихан құдамыз әдемілеп бір асқа басқа бата берсе, нұр үстінде нұр болар. Ал, еляхи, аумин. Келіңіздер. Абдайым оңдашып, құдар отауын қолдасын. Дастархандармен байлық берсін, елімізге саулық берсін, өзімізге иман берсін, бірімізге береке берсін. Мына құдайымыздың бүгінгі мерейтойы құтты, ғұмыржасын Алла тағала ұзақ қылсын. Амин, Аллаху. Аумин айтқаныңыз келсін. Құда, енді бата беріп жатсыз ғой. Мына бата берген кісіге кезінде ат мінгізіп шапан кигізген екен.
мына бүгінгі апамыздың туған күнінің атынан, үлкен ұл қыздардың атынан сізге 2 сый-сияпатымыз бар. Біреуі шапан, екіншісі тоқал. Қайсыны аласыз? Рахмет екен. Ал енді ас қойдық, 2 болды бос қойдық, 2 күндік тамақты 2 минутта жеп қойдық демеңіздер, астан дәмнен алып отырайық. Мына ас уақытында сіздерді бір 2 минут масаламауды жөн көрдік. Менің атымнан бір 2 минут үзіліс болсын ағайын. Той құтты болсын, той болсын. Бес уақыт намазды жинамасаң, ораза ұстап жаныңды қинамасаң, Аллахымның кешірмейтін бір күнәсі, атаң менен анаңды сыйламасаң дейді. Мына бүгінгі тірі кезінде, тіршілік кезінде ата-анасына қандай құрмет көрсетсе, осы 3 қанатты ұлдары және де бір гүлі сол қуанышты көрсін деген ниеттеміз. Құрметті қадірменді жақсылар, баршамыз бүгінгі ұл қыздардың қошеметіне бір қол соғып қояйық. Ұлдар аман болсын, қыздар аман болсын, той құтты болсын ағайын. Ай, тамаша, ал енді ән көңілдің ажары, би көңілдің базары дейді. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем әнде болса, бір жақсы бір ән кезегі келіп тұр. Рұқсат болса, жас талант, өнерпаз, сахнаның саңлағы, ортаға өзімнің өнердегі өмірдегі бауырымды шақырайын. Алмас ұлым бір қол соқ, қарсы алайық ағайын. Той құтты болсын, той боласын. Алмас ұлы. Жаным маған, бұл көрдің бе таулардан мамарлаған.
Ай, бәрекелді. Алмас ұлына бір қол соғып қояйық, қошеметті қойғытты болсын. Ал енді құрметті қадірмен жақсылар, рұқсат болса енді ай десе аузы, күн десе көзі бар. Мына бүгінгі кереметтей сұлуда, сымбатты, ардақты ана, алтын құрсақты анамды, Тұрсынай апамды ортаға шақырсам, бір қол соғып қошеметтіріп ортаға алдырып алайық. Апау, келіңізші ортаға, той құтты болсын. Біздің елдер мұшы болады. Менің сәулем ау, менің сәулем. Билік! Бұлан сұлу болады. Менің сәулем ау, менің сәулем. Бұлан сұлу болады. Біреудің тойына барып конверт берем деп өз жинап шоқ болып отыр апамыз. Енді құрметті қадірмен жақсылар, апам үшін келгендер бір қол соғайықшы. Апамға қошеметтің бәрі сізге. Енді мына апамызға бір ауыз сөз бермедік, дегенмен енді тек қана бүйтіп айтыңызшы. Қош келдіңіздер. Болды. Қош келдіңіздер. Шақырла құрайын, иә. Анады құрметті қадірмен жақсылар, мен апамды бүгінгі мақтағым келіп отыр. Өйткені апамыз мақтауға тұратын адам. Дұрыс па? Дегенмен енді құрметті қадірмен жақсылар, оннан астам немересі бар. Бүгінгі Тұрсынай апама қол соғып отырыңыздар. Той құтты болсын. Апау, енді сізді мақтайын. Менің сөзім рас болса, мына халық шулап-улап, шапалақ ұрады. Ал өтірік болса, өзіңіз көре жатасыз. Келістік қой. Самая красивая, самая нежная, самая очаровательная. Мисс 2015, Мисс 2020, Мисс 2024, Мисс 2025 болатное бар. Самая красивая, самая нежная, самая очаровательная, но иногда нервная бұл сылайғаныздар. Қазір апа, шама келгенше бір, ыңғайы келгенше бір билеп шықсаңыз, бүгінгі тойдың өтуі сізге байланысты. Сіз қабағыңызды түйіп, ашуланып жүрсеңіз, той солай өтеді. Билеп күліп жүрсеңіз, той солай өтеді. Билейміз ба? Билейміз. Шапалақ ұрмаймыз ба? Келіңіз, апама шапалақ ұрайықшы. Апа енді дүниеге Алла берген қанша перзентіңіз бар? 3 ұл, 1 қызым бар. Бірінші ұлыңыздың аты кім? Ербол. Қай жылы дүниеге келді? 73. Туған күні қашан? 20 октябрь. Дұрыс па? Кесін ортаға. Бірінші ұлы келсінші, тұңғыш ұлы. Шапалақ. Рахмет, ар жаққа барып тұра қойыңыз, ар жаққа. Екінші ұлдың есімі? Нұрлан. Аха, қай жылы дүниеге келді? 18 ноябрь. Аха, қай жылғы? 78. Шапалақ ұрайық. Дұрыс па? Қайдан Нұрлан? Ой, бәрекелді. Мына ұлыңызды кішкене күйдіріп апсыз ба? Келесісі? 80. 80. Сентябрь. Аты бар ма? Бауыржан. Бауыржан. Бауыржан келсін жауға. Ой, бәрекелді. Рахмет. Ал енді жалғыз гүліңіздің аты? Салтанат. Қай жылғы? 90. Аха. Туған күні? 25. Шапалақ ұрайық. 25 июньде. Бәрекелді. Кішкене ұлдар артқа қарай тұрайық, келіңіздер. Қазір мама, мына ұлдарыңыз соңғы рет қашан құшақтады сізді? Күнде құшақтайды. Күнде ма? Прям күнде ма? Енді халық көрген жоқ, халық айтса қалып айтпайды дейді. Қазір үлкені бір әдемілеп, жас кезіндегідей, бала кезіндегідей бір үлкеніңізді қалай еркелетесіз? Ербоса дейді. Ербойса дейді. Ойбай, Ербойса деген кезде жүгіріп келіп маманы құшақтап, бетінен сүйіп бір құшақтап қояйық, иә? Ал, еркелетіп шақырамыз ортаға. Ербоса. Ой, сәлеміз. Шапалақ. Мына кісілер қатты араласпайсыз ғой, мама, иә? Кеш бұрадан ортаға. Маманың алақанынан сүйіп, маңдайынан сүйіп қойыңыз. Сізді осы дүниеге алып келген осы кісі бір шапалақ ұрып қояйық, иә? Ай, бәрекелді, қасына тұра қойыңыз. Ал екіншісін қалай еркелетесіз? Монай дейді.
Аппағы, қалай? Нонай дейді. Ой, жаным, Нонай. Ал, шақыра қойыңыз. Нурик келе ғой. Шүкір. Тамаша, үшінші ұлыңыз? Байгена дейтін. Байгена дейді, жаныма шейін. Келе ғой дейсіз бе, бергіл дейсіз бе, не дейсіз? Келе ғой. Аны шапалап ұрайық, қошемет ұрайық. Ат души сүйіңіздер, ат души. Ай, берекеті. Ал, жалғыз гүліңізді не деп еркелетеміз? Салтабайышка дейтін. Салтабайышка, бәрі байға тимейді ке. Шапалап ұрайық Салтабайышкаға. Ай, берекеті. Шапалақ ұрып қояйық ағайын. Осы кісілер бүгін дүбірлетіп той жасап жатыр дегенмен енді құрметті қадірмен жақсылар, мына әкенің де қызметінде, ананың да қызметінде жүрген Тұрсынай апам мықты ғой, дұрыс па? Бір шапалақ ұрып осындай ұл қыздарды осындай күнге жеткізген осы анамыздың күш қуаты әлі таусылмасын. Жасыңыз 100-ге келсін, ұл қыздарыңыз аман болсын, тойларыңыз тойға ұласып, бүгінгі тойды жақсы өткізуге ат салсайық. Енді рұқсат болса, әр адамнан осы тұрған 5 адамнан сіздерге 5 сый-сияпат болады. Ол қалай болады, құрметті ағайындар? Қазір Тұрсынай деген есім Т деген әріптен басталады екен. Т деген әріпке жақсы тілек айтайық. Апа, тыңдап отырыңыз. Қайсы ұнайды, соны ортаға шақырасыз. Келістік қой. Тұрсынай апам қандай апа? Тамаша. Тәртіпті үстіңіз құдай. Тәртіпті, тәпті, тәрбиелі, талантты, тамаша, тағы. Ал? Қандай? Тыдан айтамыз, қыздар. Төзімді. Айта қойыңыз. Табиғатынан сұлу. Тамаша. Тағы да. Тәкапар деген болмай шығар енді. Бәрі жақсы алып кетіп тәкапарға тақап тұрмайды енді. Бар ма тағы? Рахмет. Енді қайсын адам? Табиғатына сай адам. Ортаға келіңіз, приз, қыздар бар ма? Приз. Приз. Билет. Приз. О! Ай, бәрекелді. Танысып отырайық, есіміңіз? Алмагүл ханым, кім боласыз? Мен көршісімін. Көршісі, иә? Бір шапалақ ұрып қояйық. Тәңір ақысы, көрші ақысы дейді ағайын, иә? Бір сый-сияпат берейік, Алмагүл апайымызға бір сұрақ қойып жіберейін. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Енді мылтық қой. Рахмет. Белі бүкір, алысқа түкір, мылтық ол не? Оружие мылтық. Оружиясы несі, құдай ол? Апа, жұмбақ болады ол. Жұмбақ шапалақ ұрып қояйықшы, қошемет ұрайық. Ал, үлкені. Есімің? Ербол. Ербол қандай жігіт? Кеттік. Ер жігіт. Епті. Еңбекқор. Ергезек. Тағы. Ер мінезді. Ерке бала. Ер батыр. Ер жүрек. Рахмет. Қайсын ады? Ерке бала. Ерке бала, ортаға келсінші. Ерке бала, қошемет ұрайық. Кел. Приз. Опа! Билет. Жаным апа, билеп әуре болмасаңыз, жүрісіңіздің өз дискотека болып тұр ғой кәдімгідей. Той құтты болсын. Келіңіз апа. Есіміңіз кім? Кенжетай. Кенжетай апа, кім боласыз? Тұрсынайдың әпкесі болым. Әпкесі шапалақ ұрып қояйықшы. Мынау сізге бір сұрақ қойып жіберейін. 17 әріптен тұрады. Т 17 әріптен тұрады. Т әріпінен басталады. Қандай ыдыс-аяқ? 17 әріптен? Иә. Жылына бір рет қолданамыз оны. Т әріпінен басталады. 17 әріптен тұратынын ыдыс-аяқтың аты. Қандай? Тайғазан дейді. Дұрыс емес. 3 литровый банкі болады апа. Шапалақ ұрып қояйықшы, қошемет ұрып қояйық. Нұрлан, кеттік ал.
намысшыл. Намысшыл біреу ақ қой не? Нар жігіт. Тағы Н. Намысқой. Намысқой. Намысшыл. Ау. Мінезді. Тағы. Мінезді. Төртеу ғана айтылды. Болды ма? Осы төртеуінен қайсыны аласыз? Намысшыл, ордаға келсінші. Намысшыл. Биле. Приз. Кім боласыз? Алмагүл құдағи. Құдағи, шапалақ ұрып қояш құдағиға, я, Алмагүл құдағиға. Мынау сізге қандай адам темекіні соңына дейін шекпейді? Қандай адам темекіні соңына дейін шекпейді? Дұрыс, мұрты бар адам шекпейді деді. Шапалақ ұрып қояш құдағиға, рахмет. Ал, келесі. Есіміңіз? Бауыржан. Бауыржан, Б, тек бұдан көп қой. Батыр, Байсалды. Бақты, берекелі, бауырлы. Ой, бауырмашыл. Балуан. Балуан емес па? Балуан. Тағы. Б. Богатый. Қарақлақша сөйлейді басты. Богатый. Еще. Қандай? Рахмет. Қайсы? Берекелі. Берекелі, кесінші ордаға. Берекелі. Биле, приз. Берекелі. Биле. Ла-ла-ла-ла. Уақпа-пара. Бүгінгі тойға пантера болып кикетсіз ғой кәдімгі, иә? Күшті әдемі. Есіміңіз? Рузанна. Кім боласыз? Шапалағырай, құдағи. Екінші рет сесі япат. Мынау сізге бір сұрақ қойайын. Мына саусақпен не істей аласыз? Неге? Мына саусақпен не істей аласыз? Көрем бұл. Нені көресіз? Қарайым бұл. Қарайсыз, тағы не істейсіз? Білмедім. Ау, мына саусақпен не істей аламыз? Ау! Дұрыс, молодец, ештеңе істей алмайсыз. Бұл мен саусағым, құдағи. Шапалақ ұрып қояйық, қажымен ұрып қояйық. С, кеттік, С. Не дейді? Сымбатты. Сыпайы. Серікболдың сүйікті салтанаты. Тағы. Сүйкімді, салмақты, саналы, сұлу, сыпайы, сабырлы. Тағы. Бажар, тамақ шүші келіп пе айтамыз? Так, қайсы ұнады? Папамның сүйікті салтанаты. Шапалақ ұраш, папасының сүйікті салтанаты. Апа ордаға, биле. Биле. Ай, тамаша. Апам биді де қатырады екенсіз. Есіміңіз? Тұрғын, Кім боласыз? көршісімін құда қосқан. Біреуге ашулысыз ғой, апа, иә? Көршісі дейді, шапалақ ұрайшы тұрғын апамызға, иә? Тойғысы басын, мынау сізге апа. Мен ортаға вальсқа шақырайық анамызды, иә? Ортаға келіңіздер, тойғытты болсын, ардақты анамыздың барша әйелдерге арналған, ардақты аналарға арналған әсемі қабыл алыңыздар. Құрметті қадірмен жасылар, аналарыңызды тірі кезінде бағалайын, тойғытты болсын, той болар. Аналар аман болсын. Аналар ешқашан ауырмасын ағайын. Бақыттың іздеп баладан, бағыңа соңына балаған, әлемен тербеп әлемді, аман сау жүрші жананам, аман сау жүрші жананам. Жаратқан барлық ғаламды, таратқан барлық адамды, мейірімі шексіз
қай елде мәңгі қай жерде өмірдің мәні әйелде, сырыңды сол деп ашарсың, шөліңді сол деп басарсың. Ал ағайын туғандар, әйелдер, ақ жаулықта аналар, бәрің жасасын деп бір қол соғып қояйық аналардың құрметіне. Той құтты болсын ағайын, той қаласын. Бәрекелді, ал енді ардақты ағайын, салмақты ағайын, бүгінгі кереметтей келесі ақ тілегімізді анамызды орнына отырғызбай, сол қонақтарды билеп қарсы алуға Аллам ниет етсін. Бүгінгі әпте бауырлар сіңі, күйеу балаларды сіңілі, күйеу балаларды ортаға шақырғым келіп отыр. Үмітай ханым бастаған, Ләззат ханым қостаған, Жанар Қаршыға ортаға Бақытбек Бекен, Зинагүл, Саят Баян, Жадыра Айша дейді ортаға, және де Гуля, Айдын, Роза, Талғат, Динара, Әділет, және де Балжан дейді. Осы кісілер келейік ортаға. Той құтты болсын. Аяш, келіңіздер, той құтты болсын. Бүгінгі кереметтей тойға жиналған сіңілдер, тойларыңыз тойға ұласын, күйеу балалары қосылып әдемі жақсы бір тілек айтсын деген ниеттеміз. Енді орталарыңызда апам тұр екен, апамның жақсы үлкен, рұқсат болса апамыздан бастайық. Ал әже, той құтты болсын, той боласын. Құрметті тойшылауым, мен Тұрсынайдың әпкесімін. Тұрсынай екеуміз бірге өстік, екеуміздің арамыз бір жас. Мен бірінші классқа барғанымда Тұрсынай менен қалмай 6 жасында бірінші классқа барып, менімен бірге 10-шы класты бітіріп шыққанбыз. Одан кейінгі өмір жолымыз ар тарапқа кетті. Әзім мына Тұрсынай бүгін 75-ке толып, бала-шағаларына рахмет, құрметтеп жатқандарына. Тұрсынайдың енді өмірде ащысында, тұщысында көрді. Осындай күнге жетіп отырғанына жақсылық болсын, той болсын, әмсе бала-шағасы аман болып, ортасында жүре бер, бүгінгідей ылғи алдан қола бер. Құрметті менің сүйікті әпкетайым, менің әпкем бұлысы. Енді қыздар деген ойда да жүреді, қырда да жүреді дейді ғой енді. Сол ойдан қырда жүрсек те бір-бірімізді тауып. Менің әпкем алтын. Неге десеңіз, бұлысының енді қандай ауыртпашылықты да кешсе де, жақсылықты кешсе де, осы ортамызда, осы жымиып, осы күліп жүретін әпкеміз еді. Серікбол деген жездеміз болған. Сол кісінің еркесі еді, сол айтайын деп тұрмын. Сол еркелігіңізден қалмай балаларыңызға да еркелеп, өстіп күліп, еркелеп жүре беріңіз. Енді сіздің бұл жасыңыз, сіздің қазіргі кемелден ең жасыңыз. Туысқандардың ортасында, осындай немеренің ортасында, балалардың ортасында, сол осы ерке қалпыңызда жүре беріңіз. Мен сізге тек қана жақсылық тілеймін. Басыңызға еш жамандық түспесін. Енді сіздің арманыңыз тек қана осы балалардың ортасында отырып, туысқандарды аралап, қай жақта туысқаныңыз бар түгел, үйімізге келіп, тәтем сияқты жүруіңізге тілектеспін. Бұл кісінің мамасы біздің әпкеміз. Бұл кісі қыздың баласы болса, мен ұлдың баласымын. Соны айтып жатқаным ғой, үлкен әпкеміз. Постоянно үйге келіп тұрушы, енді сізге де сондай келмей кетуім жоқ, келіп араласып тұруыңызды сұраймын. Балалар, сендерге айтарым, аналарыңның қазір бар кезінде
Беттеріне қарамай қойыңдар. Бұл кісіні еркелетіңдер, алақандарыңа сала біліңдер. Өзіміздің де анамыз болды, анаң бар кезінде сыйласаңдар, ертең өкінбейсіңдер. Аналарың жоқ кезде, сол кезде жылайсыңдар, неге біз әй дедік ау деп, қойшы дедік ау деп. Сондықтан қойшы деген сөзді де айтпаңдар, әй деген сөзді де айтпаңдар. Сондықтан мен сендерге тек қана бір-ақ ауыз сөзім. Аналарыңды сол әкелерің сияқты еркелетіп жүре беріңдер. Рахмет сендерге осындай той жасап беріп отырғандарыңа. Өзі білмей қап ортаға келгеніне, сендерді бізді осы туысқандарды жинап, араластырып, осы жерге басымызды қосқандарыңа көптен көп рахмет айтамын, басын деймін. Бақытты болыңдар бәрдерінде. Әпкетай, жасың жасқа ұласа берсін. Жасың 100-ге жетсін, ортамызда жүре бер енді. Үлкеніміз сенсің ғой. Жүзге келіңіз, немерелеріміздің қызығын көріңіз, осы бала-шағаларыңыз аман болсын. Әрқашан жақсылықта осындай тойда кездесе берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын-туысқандар, келген қонақтар, ағайын-туысқандар. Мына енді әпкемнің жасы 75 емес, 100 жас той-тойлап жатқаннан келіп жатыр. Жасы ұзақ болсын. Мына енді ағайын-туысқанның басын қосып, өйстіп, туған күн жасап, амандасып, қал жағдай сұрасып, бірден-бірі жаңа батасын алып, туған тілектерін алып жатқанын жасатып жатқан болсын. Балаларына жасы жоқ болсын, бұл енді. Балалар анасының алдына не жазса, сол кәдегені сол алдына келтіреді. Құранда Алла тағала айтады, Бақара сүренің 24-ші аятында «Я айюханнас абуду раббакум аллази халақакум аллазина мин қабликум лааллакум таттақун» дейді. Алла тағала айтады, ей адам баласы дейді, сендерден бұрынғыларды жаратқан деп дейді. Раббыларына құлшылық етті, сонда сендер құтыласыңдар дейді. Раббына құлшылық еткендер неге жатады? Анасына жақсылық жасаған адамдар. Ол 5 уақыт намаз оқысын, оқымасын, жаңағы оразасын ұстасын, ұстамасын, алдымен анасының разылығын алмайынша ол ешқандай жақсылыққа жетпейді дейді. Сондықтан бала-шағалар жасап жатқан жақсылықтары Алладан қайтсын. Әпкеміздің жасы ұзақ болсын, 100 болсын, 100-ге толсын, 100 жасын тойлап жатайық деп келешек. Немереден шөбере сүйгізсін, шөбереден шөпшек сүйгізсін. Жасың ұзақ болсын. Басыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын, бала-шағаның қызығын көріңіз, жастан жасқа жетіңіз, ауырмаңыз, немере шөпшек сүйіңіз, аман болыңыздар. Бәріңізге денсаулық тілеймін, ауырмаңыздар. Ай, бәрекелді. Сөйлейін деген кісілер бар ма? Келіңіздер. Қалғанымыз қосыламыз ба? Келіңіз, ал. Той құтты болсын. Тұрсын әйтәсе, тойларыңыз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Осылай бала-шағаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің ортасында ойнап тұрып жүре беріңіз. Ол қыздарына үлкен рахмет, осындай тосын сыйларыңыз көп болсын. Дастархандарыңыз тек қызық қуанышқа жайылсын. 100-ге келген жасыңызды тойлайық, 100-ге келген жасыңызға келейік. 100 жасаңыз, немере бала-шағаларыңыз аман болсын. Әумин айтқаныңыз келсін, той құтты болсын. Тек сағыз. Тұрсынайға, туғаныңыз құтты болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Бізді әрқашан қуанышта күліп ойнап, жүрегіңіз 100 жасаңыз, ауырмаңыз, бала-шағаларыңыз, шөбересіңіз, аман болыңыз. Мен
75 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Осы балаларыңызға рахмет, Алла разы болсын, сізге тосын сый жасап жатқан. Бақытты болыңыз, 100 жасаңыз Алланың қалауымен. Аман болыңыз, шөбереге жеткізсін Алла Тағала. Осы тау басыңыздан қар кетсе де басыңыздан бақ кетпей жүре берсін. Терезеңіз тең болсын, керегеңіз кең болсын. Осы дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Осы айтқан тілектер Алланың періштенің құлағына шалынсын. Ай, бәрекелді, мейірбанда 18 мың ғаламды жаратқан аса мәртебелі Алла Тағаланың атымен сіздердің де үйлеріңізде дүбірлеткен той болсын, аналарыңыз, әкелеріңіз бар болса 100-ге келсін, тойларыңыз тойға ұласып, тек қана тойдан шаршайық ағайын. Енді анамызды ортаға алдырайық, көңілдеріңізді қалдырмайық, аяқтарыңызды талдырмайық, жақсылап бір суретке түсіп, әдемі бүгінгі тойдан бір бейне таспасын түсіріп алайық. Той құтты болсын, арнайы сіздер үшін естелікке фото. Бүгінгі Тұрсынай апамның той төріндегі барша кереметтей тілекшілерге ақ орамал жауған себебіміз жорамал тоң болмайды, жол болады. Әрдайым сіздерге осындай жол болсын дегіміз келеді. Ал, суретке түсіп алайық, құрметті қадірмен жақсылар, тойларыңыз құтты болсын. Ал енді, бауырлар билет дастархан басына жайылса, келіңіздер, тойымызда әдемі жалғастырайық, келіңіздер, той құтты болсын. Билет! Ай, бәрекелді, ал енді қадірменді ағайындар, бүгінгі кереметтей тойдың форматы дегенмен бүгінгі салиқалы салмақты болып жатыр. Өйткені құрметті қадірмен жақсылар, ардақты анамыздың тойында артық кету керек емес сияқты. Енді рұқсат болса, бүгінгі анамыздың тойына әдемі сұлу қыздар келіп отыр. Рұқсат болса, кереметтей қазына би ансамблін ортаға қарсы алып алайық. Той қаласын. Анамыздың құрметіне қазына би ансамблі. Қошемет, құрмет ағайын. Қазына ансамблі.
Рахмет сіздер үшін. Бергенде, аман құрметті қадірмен жақсылар, кезекті бүгінгі анамыздың құрбылары да осы тойдан орын алып, кереметте бүгінгі қуаныш тойымызға келіп жатқан жайлары бар. Кенжетай бастаған ордаға Раушан, Түмен қостаған Орал, Нүсіп, Тұрғын дейді. Осы кісілер бар болса, ордаға билеп шығайық. Анамыздың құрбылары. Қошемет, құрмет ағайын, ордаға келсін. Жылжып күндерім гүлдана өтіп барады қалдым мөлдір бұлағына деймін сені Кенжетай, Раушан, Түмен, Орал, Нүсіп, Тұрғын келіңіздер. Мейлі, анамның құрбылары, достары, гүлдана, енді арба ішінде бір бидай Асқартау әкемізден бастайық тілекті. Той құтты болсын. Ал, жақсылап тілек тыңдайық. Тұрсынай, ойлауымын қазір қалың бар, денсаулығым бар, еш қуанышқа қалың бар. Жаңа келгелік, мен өзі тойым жақсы көрмейді. Сен қалған жоқ? Енді 28 жыл болды ғой, көрмегенімізге. 28 жыл. Ал енді туған күні құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Бақытты абырлы. Серік бол көрмеген қызығы, сені көріп, ана балаларыңа ризамын өте. Молодец. Шешесін алып алып кеп, мында халықтың батасын алып, баталарынан бай болады. Балаларына бақыт тілеймін. Өзіңе денсаулық тілеймін. Өмір жасың ұзақ бақытты. Енді Тұрсынай, мына жаңа жасың құтты болсын. Сол бала шағымен қызықтық шөбереңді көре бер. Серікбол марқұм екеуміз дос едік бір кезде. Екеуміз 5 жыл көрші болдық, 5 жылда 5 ауыз сөз айтып ренжіспедік. Енді бұл салтанаттың арқасында келіп тұрмын мен. Салтанат енді ол кезде біз кеткенде 8 жаста болатын, сонда да есімде бар екен. Бәрі жақсылық тілеймін. Аман есен, ұлдарына да келін, әсіресе келіндер ғой бұны ұйымдастырып жатқан. Ұлдар, қазақта мақал бар ғой, балтаппайтын еркек жоқ, ұлсаттар әйел болса дейді. Осы келіндер, күйеу балалар, осылардың арқасында енді. Күйеу балалар мен келіндерді айтып қою керек. Бәрі жақсылық болсын. Айтайын деймін ғой. Мен енді мына жаңа құрбылар деп жатыр ғой. Соның ішінде мен енді Тұрсынайға атпен болып келемін. Мен енді жасым үлкен бұлардан, сондықтан мына тұрған Раушан, бұл қызылтаңдікі. Раушанның жолдасы Тұрсынаймен бірге оқыған. Марқұм жатқан жер жайлы болсын, жолдасы болғанда бірге келетін еді. Сондықтан енді мен үлкен болсам да артынан сөйлеймін. Ал енді мына ортада тұрған қыз Тұрсынайдың көзін ашып, көріп, аузын ашып сүйген бірінші жолдасы. Иә, мына кісі маған, екеуі допшын маған келін болып келді. Бірақ мен онша сыйламайды, әсіресе мынау. Менің жолдасым келін деп кеткен болған. Сондықтан енді бірінші сөзді Раушанға беремін, оның кейін Орал сөйлеймін, соның кейін өзім сөйлеймін. Біріншіден мына балаларға көп рахмет айтамын. Сені сыйламыз, сюрприз жасаймыз деп бізге хабарлап айтпаңыздар деп ризалық күтеді ғой енді, шын айтқанда жарайды деп ризалық қалдық балаларға. Иә. Сондықтан енді өзге денсаулық тілеймін, амандық тілеймін, ауырма ешқашанда. Енді біз сені көзімізбен қазір деп жүрсек, бізде кіші болып қалған ғой, шын айтқанда. Сондықтан енді жасың жасқа тола бер, жасың жасқа тола берсін. Ешқашанда ауырмай, бала шағаның қызығын көріп,
немере сыйласын, немере шөбере сый, мені жолымды берсін, мені шөбере сый отырған адам. Сондықтан енді барлығына балаларға амандық тілеймін, балалар аман болсын, солар енді сау болсын. Сені көрген, сенің негіңді соларға берсін деп айтам, енді жақсылықтарыңыз. Сол. Құрметті Тұрсынай, мерейтойың құтты болсын, жасымыз ақ болсын, бала шағаның қасында ойнап күліп, соларға тірегіші болып, ортасында қарайып жүре бер. Бұл Тұрсынай екеуміз подружка болғанда Тұрсынай қыз болған. Менің қасыма келді, мен бұдан бұрын бітіріп келді, менен 5 жас кіші. Соның қасыма тура мен столымның қасыма келді, отырды. Көзімді алмайым, Тұрсынайдың керемет әдемі енді. Қазақтың қызы болды бұл. Қырмұрынды шаш деген бұлар бетіне түсіп, әдемлеп жасап қойды. Мынадан қарауға елім, ары қарап отырғанда қарайым, не деген сұлу мына қыз. Сөйтіп әлгі сұлуымызбен екі жұмадай жолдас болғаннан кейін бұл жоқ болып кетті. Бұл Тұрсынай менен сұрайды, мына кісі қайда болса кабинетке келген, білмеймін өзімде жоғалтып отырмын деп, сөйтсем Тұрсынайды менің қайнағам алып кетіпті қашты. Содан кейін естігенде көзімнен жас шығып жылап жібердім, Тұрсынай сөйтіп кетіп қалды. Осындай сұлу қызды кім қалай қағып кетті екен. Сондықтан әлі сұлусың Тұрсынай, әдемі бола бер. Мына келіндерің де өздерің сияқты бала шағаның қызығын көріп, осы бір шауын шайымыз әлі арамыздан үзілген жоқ. Осы жақсылығымыз төртеміз дос болып арамыз үзілген жоқ. Осы достығымыз біз өмірден кеткенше жалғаса берсін енді. Талайға кеп қалдық, кеншіде екеуміз үлкенбіз. Мына екеуміздің кіші. Біз Құдай бұйырса мына кісі 80-ден асып кетті, мен де соның өкшесін 80-ге келейін деп қалдым. Той құтты болсын, баршаңызда осындай жақсылық, той көп болсын, жастар аманшылық болсын, Тұрсынайдың бала шағасы өсіп өніп, осы жақсылығына жиналайық. Рахмет. Құрметті тойшыл қауым, енді мен Тұрсынайдың анасы жағынан біз негізі өзі 3 бас туысқан болған, соның 2 несінен келіп отырмыз. Тұрсынайдың анасы, оның әкесінің әкесі мен менің әкелерімнің әкесі бәрі бірге туысқан. Сондықтан маған сіңіл болып келеді, әпкем деп бір сыйламайды. Сен деп. Енді бүгінгі мына тойға айтатын неміз той құтты болсын, денің сау болып. Ол мынау әлгі тосын сый дейді ғой енді. Тосын сүйді жасап жүрген балаларға рахмет айналайын. Саған той жасаймыз десе сен жасатасың ба? Аны 30 мың көмірге төлеу керек, анонға төлеу керек. Пенсияны алдын ала бәрін айтып қояды. Кредиті бар, мынадай жындыма төлейтін. Онда не күйіп кетті, дұрыс жасағасыңдар. Мына Гауһардан бастап салтанат, мына бала шағасына барлығына рахмет айналайын. Мынандай той жасап жатқандарыңызға қазағымыздың тойы бітпесін. Денің сау болып, аман есен болып, мына подружкаң керемет мақтап, рас қасылудың өзі болғансың. Менің мамаңның атын Зағипа пен жаман адамымыз керемет красавица болған ғой енді. Әрине, мына осындай қалпыңменен сұп-сұлу болып, әдемі болып, немере шөберелердің арасында жүре бер айналайын. Бала шағаң аман болсын, бейбітшілік заман болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болып, барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай той болсын. Тек қана дастар тойды жасауға ғана жүгіріп жүріңіздер. Балалардың дені сау болсын, бәрінен де бұрын. Әлі айтады ғой, балалардың жақсылық жасайын десе, қарсы болмаңдар деп. Сондықтан сол айтқан сөз дұрыс. Айтса сен жасап берсін, білем ғой, екеуміз жиі сөйлесеміз. Ойбай, аузымнан шығып кетем екен деп осы артын жуып жайып билеп келдім. Мен де сол тойға барам, менің құдашаңыз бір соның қасында той жасайын деп жатыр деп сөйтіп айтып келдім ғой, тойға барам деп айтқаннан кейін. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Аман сау болайық, барлықтарымыздың үйімізде той болсын. Соның кейін мына қысқа нұсқа сөйлеген кісіге приз бар, қысқарақ сөйлеңіздер біз сияқты. Аман есен болыңыздар. Рахмет. Ай берекелді, асқата өгелер, ақжолықты аналар аман болыңыздар. Шын жүректен айтады ғой, біреулер дос болар, басынан бағы кеткенше,
Біреулер дос болады қалтадан бары кеткенше, біреулер дос болады қорадан малы кеткенше, кеудеден жаны кеткенше дейді. Бүгінгі кеудесінде жаны бар, аузында жүрегінде бір жақсы тілегі бар, ізгі ниеті бар. Сіздерге де мында бір алғыс айтамыз. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты, немере шөберенің қызығына бөленіп жүре беріңіздер дегім келеді. Енді арнайы құрбы құрдастармен бір әдемілеп суретке түсейік, келіңіздер, иә? Той құтты болсын. Рахмет. Енді құрметті мамамның подругалары суретке түскенде бәріміз күліп түсейік. Ешкім жетісіп жүрген жоқ ағайын. Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Қорқын апар. Ой, тамаша. Ал билейміз ба? Билеп дастарханға жайғасайық, қанекей. Жібер маэстро. Құрбы құрдастар. Апамның құрбылары, достары. Билеп. Үлкен үзілісте де билейтін боламыз. Енді құрметті қадірмен жақсылар. Бүгінгі сұлуда сымбатта айдесе аузы, күндесе көзі бар құлыншағымыздың бірі жақсы апасына дайындап келген, әжесіне дайындап келген бір әсем әні бар. Айша қыздарыңызға қол соғып, қошемет ұрып қойыңыздар. Айша ортада.
Бәрекелді, күнде жанды дауыс ән тыңдамаймыз ғой ағайын. Айшаға бір рахмет айтып қояйық, бір қол соғып қояйық ағайын. Той құтты болсын. Айша қыздарыңызға мыңда бір алғыс. Енді құрметті қадірмен жақсылар, асқазанға ел қонса әдемі тойымыздың бүгінгі жалғауы. Бүгінгі Тұрсынай апамды сыйлап келгендер бір 10 қолды көтеріп қояқшы бәріміз бірге, иә? 10 қолды көтерейік, кім көтермейді, соның қолында проблемасы бар адамдар. Аға, 10 қолды көтеріп, 10 жақтағы адамның иығына қоямыз. 10 жақтағы адамның иығына қоямыз. Мен үшін емес, Тұрсынай апа үшін 10 жақтағы адамның иығына қойдық па? Нежна, асықпай уқалаймыз. Массаж жасаймыз, уқалаймыз. Әлемде батуши, уқалаймыз. Ай, тамаша. Ал енді сол қолды көтерейікші, сол қолды көтеріп, жаңағы 10 қолының майын жаққан адам иығына қоямыз. Сол қолмен уқалаймыз, кеттік, жібер, сол қолмен. Сол қолмен, бәріміз тойдағыдай, сол қолмен уқалаймыз. Ай, тамаша. Ал енді апамды шын сыйлайтындар, 2 қолды көтерейік, кім көтермейді, сол шпион ағайын. 2 қолды көтерейік, қазір мен де қолымды көтеріп, апама тілек айтам, қолымды түсірем, бірақ рет шапалақ ұрамыз. Апамыздың жасы 100-ге келсін. Той құтты болсын. Той тойласын. Немере шөбере сүйсін. Аман болсын. Осындай той көп болсын. Ұл қыздары аман болсын. Тойларыңыз той қаласын. Осындай тойға жиі келе беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Тұрсынай апам бақытты болсын. Тұрсынай апамның жасын сіздерге берсін. Той құтты болсын. Шапалақ қатты болсын ағайын. Шапалақ. Енді осы кереметтей тойдың демеушілері ары-бері жүгіріп жүрген негізі ұл қыздары. Дегенмен бүгінгі келіннің де осы тойға еңбегі бар. Рұқсат болса Гаухар ханымды ортаға шақырайын, бір қошемет ұрып қойсаңыздар. Той құтты болсын, иә? Гаухар ханым енді бәрін танисыз ғой? Танимын. Бәрі келді ғой? Келді. Бүйтейікші бір. 6 әйел адам ортаға шақырып алайықшы. Жақсы билейтін, күшті билейтін, маникюр педикюрдан шықпайтын, салоннан шықпайтын, тырнағы ұзын қыздар болады, мощный. Қазақта сөз бар. Тырнағы ұзын қыздың мұрны таза болады дейді. Бар ма сондай? Кім бар? Айгерім. Айгерім ортаға билеп кесінші, Айгерім. Айгерім. Жібер, Айгерім. Айгерім, жібер. Айгерімнен жақсы билейтін кім бар? Қымбат. Қымбат кесін ортаға, қымбат. Қайдасың? Қымбат. Рахмет, саламатсыз, қалыңыз қалай? Кім боласыз? Гаухардың подругасымын, жолдасы. Иә, тойға келдіңіз ғой? Билеп шығайық, сиыр сауға келген жоқ сол, билеп шығайық, иә? Маэстро, жібер. Билеп. Қымбат, иә? Қымбат. Жібер. Шақ. Оп. Жібер. Рахмет, келесі. Жанат. Жанат ортаға келсін, Жанат. Маэстро, Жанат ханым, бар ма? Жібер. Adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzıma kızı şişirip. Böyle geldi. Ең сұлу әйел, жүкті әйел бір шапалақ ұрып қояйық, иә, тойға. Қанша ай? 5 ай. Тамаша ұл қыз? Білмеймін, бәрекелді. Мен қайдан білейін, тамаққа той болған ба деп отырмын. Жарайды, келесі. Әсем. Әсем, ортаға. 1, 2, 3, Әсем, қайда? Билеп. Келесі. Дәмен, ортаға келді. Келе бар. Ал енді, соңғы қыз болсын әдемі. Кім бар? Айгерім. Айгерім десін, пожалуйста. Жібер. Жібер, Айгерім. Ой, жібер, Айгерім. Жібер. Билей ала ма?
Şaşama. Bileo funksiyasını kosamız әйгерім, қазір билейміз. Orada da kızlar, билейміз 6 орындықтыр. Сіздер билегенше мен бір зат ойлап табам. Сол затты алып келгенше бір орындық кем болады. Келістік қой? Ортада 6 қыз билейді. Мен үшін емес, абам үшін, бүгінгі той қонақтар үшін. Кеттік. Жібер! Мужской белдік алып келейікші, мужской белдік. Мужской белдік. Мужской белдік. Отырамыз. Мужской, ойба. Мужской белдік. Қайсы? Бәрекелді, приз бар ма? Приз берейік, қалып қалғаныңызға приз берейік. Рахмет, кім қалып қалды? Бәрекелді, мынау сізге. Қайсы қыздар белдік? Андағаны қалай тағайын деп отырсың белдік, айтшы? Рахмет, күшті, әдемі. Қолда ұстаймыз, тастамаймыз, билейміз, айтшы. Поехали, қыздар. Жібер. Мужской костюм киіп келейікші, мужской костюм. Мужской костюм, жилетки, бәрбір, киіп келейік. Екеу, үшеу, төртеу, приз берейік, приз. Приз. Бәрекелді, мынау сізге рахмет, қайсы? Молодцы, өте тамаша. 4 қызға бір қол соғып қоя. Жібер қыздар, билейік, жібер. Мужской носки, екі пар, киіп келеміз. Киіп келеміз, мужской носки. Екі пар, киіп келеміз. Мужской носки, киіп келеміз, қыздар, киіп. Киіп келеміз. Киеміз, киеміз. 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 Рахмет, ойынның аты ойын, сізге рахмет. Сізге рахмет, сіз отыра қойыңыз. Енді мен саған сұрақ қойғым келіп отыр. Ой, қайдан тауып алған сен? Тақырон, носки ма, колготки ма, немене құдай? Рахмет, қай ата бабаң аяқ киім сыртынан носки киген, айтшы? Білмейсің ба, не носкиді аяқ киім сыртынан киеді осы қыздар? Рахмет, бір қол соғып қояйық, қошемет ұрып қояйық, мынау сізге. Мынау сізге. Носкиіңіз тізеңізге жетеді ғой, құдай? Рахмет. Ал енді қыздар билейміз. Аяқтарын сасса менен көрмейміз. Жібер маэстро. Жібер. Финал. Мужской аяқ киім, екі пар киіп келеміз. Мужской аяқ киім. Ай, бұл! Мужской аяқ киім! Рахмет. Мына жерде көп қой аяқ киімдеген. Мына ұяқтан не іздеп жүрді? Шапала ұрайықшы. Приз. 3-ші орын. Есіміңіз? Дәмен. Дәмен ханымға 3-ші орын. Шапалақ, қошемет. Ал қыздар, киіп аламыз. Буратинаның аяқ киімін алып аламыз. Ал, киіп аламыз. Точно аяқтарын сасыйды. Жібер, билейміз, кет. Қыздар билейміз. Amanhece bala, uma telada de samba. El amor se queda, la música suena, la noche de cristales, belleza excela. Очки киіп келейікші, очки. Очки киіп келеміз, очки. Очки. Ой,
кеттіңіз, сол соғыла салама деп. Молодцы, бәрекелді. Мынау сізге әдемі шапалақ ұрайықшы, қошемет ұрайық. Есіміңіз? Жанат ханымға бір қол соғайықшы. Үйше жүкті. Бірінші орын алады деп кім ойлаған? Шапалақ ұрып қойып, той құтты болсын. Мен Жанат ханым, мынандай халге қалай жеттіңіз? Бәрекелді. Ұтылып қалған 5 қызға не айтамыз? Келесі тойға дайын болыңдар. Рахмет, қазір бүйтейікші. Сіздің орындауыңызда бір мода болсын, халыққа ұнаса шапалақ ұрайық. Ұнамаса отыра береді. Келістік қой. Сіздің атыңыздан бір мода, Жанат ханымға бірінші орын құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қояйық. Жібер, Жанат ханым. Той құтты болсын, той қыласын. Осындай Жанат ханым сияқты қонақ көп болсын ағайын. Қол соғып қойып, қошемет ұрып қойып. Той құтты болсын. Бәрекелді, ал енді құрметті қадірмен жақсылар, қазір бір тілек, ешкім далаға шықпасын, одан кейін барып, ас қайырып, үлкен үзіліске шығатын боламыз. Құрметті қадірмен жақсылар, анамыздың қайындары, абысындары, қайын сіңілдерін ортаға шақырым келіп отыр. Алия, Камила, Бағдат, Гүлзада, Лариса, Гүлшаш дейді. Ортаға келіңіздер. Той құтты болсын, ағайын. Келіңіздер. Той қыласын, абысындарды болса ас көпкейін бүгінгі кереметте жасылыққа жиналған сіздерге мұнда бір алғыс. Енді ағамыздан бастаймыз ба? Әлде үлкеннен бастаймыз ба? Той құтты болсын. Кеңіз. Алтырсайдады, қуаныңыз құтты болсын. Немерінің қызығын көріп, жүре беріңіз. Той жасырыңыздарына. Аман есен болыңыз. 80 жылдық, 100 жылдықта тойлай берейік алдымызға. Аман болыңыз, бақытты болыңыз. Абысын, сіздің мерекеңізге келіп қалдық. Мен бала-шағаға көп рахмет айтамын. Балаларға, келіндерге, қызыма жарқын табыс. Солардың арқасында мен сендер жасадық өте қартайып жүре бер жаным. Бала-шағаның қызығын көр, немерелердің қызығын көр, немерелердің тойында төрінде отыр, 100 жаса. Мына отырған қауымның бәрі уақыттарын көбейткен абысының тойына келгендеріңізге барлықтарына көп рахмет. Әркімнің үйінде осындай үлкен той болсын, жақсылық қана болсын, тойда ғана кездесейік. Сіз енді Қарашаңырақтың Қабылы Дәулеттің ең үлкені сіз. Қалған енді сіздер ғой, сізбен Аят әте. Мен айтайын дегенім, 11 бала көтерген әжеміз. Соның 5 ұлы қайтыс болды. Ең үлкен ұлының жолдасы біздің жеңгеміз Тұрсынай апа. Мен сол қайын сіңлісінің қызымын. Мен демауым 55-ке толмай қайтыс болды. Қазір Дәулеттен 3 қыз қалды. Сол үшін маған өте ыстық, жақсы көремін сізді Тұрсынай апа, сізбен Аят әтені. 3 қызбен 2 жеңгем ғана қалды. Сізге тілейтін тек қана денсаулық апа. Сол шаңырақтың тілегін тілеп, балалардың бекшісі болып, сол шаңырақтың отын сөндірмей, әлде де түтіні жалғаса берсін. Алла берген жасқа жете беріңіз. Немере, шөбере, жиен, шара көруге Алла нәсіп етсін. Балалар осы ұйымшылдықтан тайманды, ауыз бірлік мықты болсын, бауырмашылық болсын, сыйластық мықты болсын, әрқашанда бірге жүріңдер. Бәріміз де аман болайық.
той баласын. Осы отырған қауым барыңызға жейтінім тек қана денсаулық. Денсаулық болса бәрі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ауызбірлік болсын, бейбітшілік болсын. Той баласын. Тек қана өмірімізде той болсын, жақсылық болсын, қуаныш болсын. Не, орамал жолыма қалай тон болады дейміз. Кішігіріп менің подаркым бар, сол сізге сыйлайын. Рахмет әже, туғаныңыз құтты болсын, еліңіз сау болсын, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Туғаныңыз жеті болсын, деніңіз сау болсын, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Одан ары қарай 80 жас, 90 жас, 100 жаста туған күніңізге келе берейік. Ербол, Бауыржан, Салтанат, Гаухар, балаңыз күніңізде сізге үлкен той жасап беріп отыр. Рахмет айтамын балаңызға, келіндеріңізге. Не сұраймын, енді самое главное здоровье. Деніңіз сау болсын, осы бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіз. Күліп, ойнап, всегда молодая, красивая болып жүре беріңіз. Бәріңізге дендеріңіз сау болсын. Аспанымыз ашық, деніңіз сау, осылай күліп, ойнап жүре берейік. Жақсылықтарыңыз кездесейік. Ай, тамаша. Тілекшілердің тілегі қабыл болсын. Бастарыңыздан бақ кетпесін, астарыңыздан тақ кетпесін. Бүгінгі кереметтей тойға алып келген той аналарыңыз өздеріңізбен қалып кетпесін қонақтар. Ал енді жақсылап бір суретке түсейік. Апа келіңіз, той құтты болсын. Жасыл байқыдан қара байқыға көшіп өтті апам. Ал, әдемілеп суретке түсіп алайық. Кәнекей. Тамаша, билеп дастарханға жайғасайық дегенмен үзінді би болсын, одан кейін үлкен үзіліске шығатын боламыз. Кәнекей. Опа! Көргенде сені қасылан жаным, не керек саған осынан бәрін. Өзіңше болып қинайсың мені, сенікі жайма түсін алмадым. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің, бозық екенсің. Қызық болсаң да, сұлулардың жанын жүзді өтерсің. Қызық екенсің, мен қызығып жүрсің. Ай, тамаша, келіңіздер. Қазір үлкен үзіліске шығатын боламыз. Құрметті қадірмен жақсылар, ас қайыр болайық. Келіңіздер, дастархан басына жайғасайық. Құрметті қадірмен жақсылар, апамыздың бүгінгі кереметтей тойының бірінші бөлігі мәресіне жетті. Дегенмен енді барша қазақ болып алақан жайып, бет сипайтын уақыт келді. Құдайым ондасын, қадыр бабам қолдасын. Оң жағыма қарасам алтыннан терек орнасын, сол жағыма қарасам күмістен терек орнасын. Апамыздың жасы 100-ге жетсін. Аман болыңыздар. Аумин. Деп бата беретін ата керек бар ма? Енді құдалардан қос бата алдық. Ақсаңызды беріп қойыңыз. Әке, аумин. Құдайым қолдасын, қадыр бабам қолдасын. Дастарханымызға байлық берсін, денімізге саулық берсін. Өмір жасы ұзақ болсын, бақытты аманды болсын. Бала-шағалар қызығын көріп, қуаныштан қуанышқа жете берсін. Аллах. Аумин ата, батаңыз қабыл болсын. Мен де бір бата берейін, құр қолға бата жүрмейді ғой, иә? Алақан жайып қойыңыз. Арыстандай болсын ақылыңыз, жаманшылықтан құтылыңыз.
80'nin 8'inden aman ötüp 90'ga gelgende toqal aldım dep qo'tirimiz. Amin. Berekelde. Al endi hurmatli qadrmen jaxlar, oruscha andira, қазақша alturay, barchamiz bilib, ko'ngil ko'tarib vaqt keldi. Жарты сағат өзіміз.